Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай жүрек тоқуды үйренетін боламыз. Тоқыманы бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өйткені менің каналымда көптеген тоқыма бойынша тегін мастер-класстар бар. Сіздің керегіңізге жарап қалуы мүмкін. Ал ендеше бастайық. Тоқу үшін мен осындай қалыңдау жіп алдым. Және крючогымның номері 3. Жіпке сәйкес кетіп, крючок таңдау керек. Міне жіпті осылай айналдырып аламыз. Мынау бос басы үстінде, осы астында болады. Крючокты осылай өткіземіз. Мынау жұмыс жібін іліп алып, тартып шығарамыз, айналдырамыз да. Бізде осындай ілмек пайда болады. Содан өткіземіз жіпті іліп алып. Міне осындай сақина. Енді осының ішіне тоқимыз. Мынау бізде бір ауа ілмегі. Енді тағы да 3 ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3. Бұл бізде 2 накидті столбик болып саналады. Енді тағы да 3 рет 2 орамды столбик тоқимыз. Міне жіпті 2 рет орап аламыз. Сақинадан өткізіп жіпті тартып шығарамыз. Міне бір накид кетті. Екінші накидіміз кетті. Бұл бізде 2 накидті столбик. Тағы да 2 рет тоқимыз. Міне менде осындай болды. Енді бір накидті столбик тоқимыз 4 рет. Жіпті орап аламыз крючокты. Сақинадан өткізіп тартып шығарамыз. Міне осылай тағы да 3 рет тоқимыз. Міне мен 4 рет накидті столбик тоқыдым. Енді бір ауа ілмегі. Жіпті 2 рет ораймыз. Және 2 накидті столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Міне осылай болды. Тағы бір ауа ілмегі. Әр қарай осыған симметриялы етіп тоқимыз. Яғни 1 накидті столбик тоқимыз 4 рет. Содан кейін 3 рет 2 накидті столбик тоқимыз. Міне мен 4 рет 1 накидті столбик және 3 рет 2 накидті столбик тоқыдым. Енді 4 рет ауа ілмегін тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Сақинаға бекітеміз. Жібіміз керек емес, бізге қиып тастаймыз. Енді мына сақинаның жібін осыны тартамыз. Бізде осындай жүрек пайда болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және каналға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.